Енді жұмысқа кіру үшін 4 жыл оқып табан тоздырудың қажеті қалмады. Себебі Қазақстанда түрлі оқу курстары мен сертификаттар дипломмен теңестірілетін болды. Яғни мамандыққа қатысты курстарды аяқтап-ақ сіздер кез келген жұмысқа кіре аласыздар. Осы ақпаратта қандай да бір шикілік бар ма, әлде рас па? Бірге тексеріп көрейік. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұлттық біліктіліктің шеңберінде өзгеріс енгізгені рас. Енді қысқа курстардың сертификаттары мен карьер еңбек порталындағы растау құжаттары мойындалады. Бірақ сертификаттар толығымен дипломға теңестіріледі деген ақпарат қате. Құжатта біліктіліктің 8 деңгейі көрсетілген. Алғашқы екеуінде ғана диплом міндетті емес, ал қалған 6-ында міндетті түрде оқу орнын бітірген жөніндегі құжат қажет. Біліктіліктің қандай деңгейінде диплом қажет емес. Біріншісі, қолмен жасалатын жұмыстарға байланысты қарапайым және стандартты тапсырмаларды орындау үшін жасалатын жұмыстар болса, ал екіншісі еңбек пәні жұмысты орындау құралдары мен тәсілдері туралы нақты білімді растайтын құжат болса жеткілікті. Ал қалған деңгейлерде кемі білікті жұмысшы деңгейіндегі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының құжаты, яғни диплом қажет болады. Ал 5-ші деңгейден бастап қолданбалы бакалавр, орта білімнен кейінгі білім беру құжаты қажет болса, 7-ші деңгейде магистратура мен резидентура, ал 8-ші деңгейде докторантураның құжаты талап етіледі. Бұл өзгертулерді министрлік 2025 жылдың 25 тамызындағы номер 1 хаттамасында бекітті. Яғни енді осы біліктіліктің деңгейлері бойынша жұмысқа қабылдана бастайды. Ал сіз сертификат пен дипломның теңестірілгеніне қалай қарайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.